болсын. Өзім қысқа сөйлей аламын. Есмірзаев Нағашбай қазақ елі халық қозғалысының ұйымдастырушысының бірімін. Жігіттер, қыздар, рахмет. Мына сізге жанашыр жасап жүрген келгендеріңе. Мына ағаларыма рахмет. Мына қашаннан бері қарап көріп жүрмін ғой. Сәбетхан ағамыз да басқа жігіттерді осы қазақ тіліне жанашып, қазақ тілінің қайткенде осы аясын кеңейтеміз, қайткенде тұғырына тұрғызамыз деп жүгіріп жүргендер. Біраз еңбек істепті, рахмет. Бірақ мына Сәбетхан ағаның 10 ұсынысынан бәріне де қосылуға болады енді кейбір нелерін. Бірақ дегенмен де Сәбетхан аға, оның бәрі тек қана осы билік ауысқаннан кейін істелетін нәрсе. Қазір бұл ұсынысыңызды қазіргі билікке енгізе алмайсыз. Оны ешқандай ұсыныңыз, бірақ ол ұсынғанды сізді ұсынып отыр екен-ау, мына Сәбетхан аға бір нәрсе қылып отыр екен-ау деп, оны ойлайтын үкімет жоқ. Жаңағы үкімет осындай қабылдапты дейді, сол үкіметтің ішінде қазақша сөйлейтін қаншасы қазақша сөйлейді екен, үкіметтің отырыстары қаншасы қазақша өтеді, айтыңыздар, ешқайсысы да. Сондықтан бұл ана биліктегі бәрі басшысына кешесіне дейін қазақша сөйлейтін билік болмай, билікке ұсыныстар бармай, бұл ұсыныстардың ешқайсысы да іске аспайды. Ең мықты ұсыныстар, мен ол ұсыныстардың бәрін қолдаймын. Сондықтан баяғана большевиктер сияқты билікке келді де декрет о земле деп жазды ғой. Ешқандай қысқа ғана тіл туралы декрет дейміз де, осы міне ана ұсыныстардың бәрін жазып, 6 секундта бәрін енгізіп қоюға болады. Ана заң керек, мына заң керек, анау керек, мынау керек деген қажет жоқ. Енді бір ұсынысым, жаңағы 19 миллиард теңге ақша бөлінді, механизмдерін қалай жасайды, бір айтыңызды. Бірақ ұсыныс Оразалаға жазып алыңыз ұсынысыңды. Анша-мұншасын қажет жоқ. Депутаттар, газетте 150 депутаттар бар ғой, сосын министрлер бар, 15 шақты ма 20 шақты министрлер. Тек қана солардың балалары, қанша балалары бар, қай жерде оқып жүр, қандай тілде оқып жүр, өздері немен айналысып жүр, өздері қазақша қаншалықты сөйлейді, соны тексеру үшін жұмысшы тобын құрыңызшы. Болды. Басқа ешкім қажет жоқ.